Салем, достар! Тема этого видеоурока – көмекші есімдер, служебные имена. В казахском языке не существует предлогов. Вместо них мы используем көмекші есімдер. Служебные имена сочетаются с именем существительным в родительном падеже, образуют словосочетание, имеющее пространственное значение. Служебные имена употребляются только в притяжательной форме третьего лица и принимают падежное окончание. Служебные имена в местном падеже выполняют функцию предлогов и соответствуют русским предлогам за, под, на, перед, у, внутри, возле, между, напротив и так далее. Слово «возле», «рядом» переводится «жаны», «қасы», «маңы», «жаны», «қасы», «маңы». Например, игрушки лежат возле дивана. Ойыншықтар диванның жанында жатыр ма? Ойыншықтар диванның жанында жатыр ма? Диванның жанында қайда? Где? Диванның жанында. Здесь слово «жанында» стоит в местном падеже. Следующий пример. Садись возле бабушки. Әжеңнің қасына отыр. Әжеңнің қасына отыр. Әжеңнің қасына қайда? Куда? Қасына. Здесь она стоит в дательном падеже. Рядом с базаром купила спелые гранаты. Базардың маңынан піскен анар сатып алдым. Базардың маңынан піскен анар сатып алдым. Базардың маңынан қайдан? Откуда? Маңынан. Здесь она стоит в исходном падеже. На, вверх, поверхность переводится как үсті. Үсті. Например, на столе лежит ткань и нитка. Стөлдің үстінде мата мен жіп жатыр. Стөлдің үстінде мата мен жіп жатыр. Қайда? Стөлдің үстінде. Где? На столе, да? Үстінде, «нде» окончание местного падежа. Здесь она стоит в местном падеже. Следующий пример. Со шкафа спустила чемодан. Шкафтың үстінен чемоданды түсіріп алдым. Шкафтың үстінен чемоданды түсіріп алдым. Қайдан? Шкафтың үстінен. Откуда? Со шкафа, да? Үстінен в исходном падеже стоит. Под, вниз переводится асты. Асты. Кошка лежит под кроватью. Мысық төсектің астында жатыр. Мысық төсектің астында жатыр. Қайда? Төсектің астында. Где? Под кроватью, да? Астында тоже стоит жатты септік в местном падеже. Снаружи, за переводится сырты. Сырты. За городом красивая природа. Қаланың сыртында табиғат әдемі. Қаланың сыртында табиғат әдемі. Қайда? Қаланың сыртында. Тоже стоит в местном падеже. Следующий пример. Снаружи слышны голоса детей. Есіктің сыртынан балалардың дауысы шығады. Есіктің сыртынан балалардың дауысы шығады. Қайдан? Есіктің сыртынан. В исходном падеже стоит. Внутри. Іші. Іші. Возьми из холодильника сметану. Тоңазытқыштың ішінен қаймақты ал. Тоңазытқыштың ішінен қаймақты ал. Қайдан? Тоңазытқыштың ішінен. Здесь она стоит в исходном падеже. Щенок сидит внутри коробки. Күшік қораптың ішінде отыр. Күшік қораптың ішінде отыр. Қайда? Қораптың ішінде. Здесь в местном падеже, да? Перед. Алды. Алды. Мы ждем тебя перед Дворцом культуры. Біз сені мәдениет сарайының алдында күтіп тұрмыз. Біз сені мәдениет сарайының алдында күтіп тұрмыз. Қайда? Мәдениет сарайының алдында.
Здесь в местном падеже, да, стоит. Где ты стоишь? Я стою перед домом. Сен қайда тұрсың? Мен үйдің алдында тұрмын. Сен қайда тұрсың? Мен үйдің алдында тұрмын. Здесь тоже в местном падеже. За, задняя часть, арты. Арты. Ерлан прячется за дверью. Ерлан есіктің артында тығылып тұр. Ерлан есіктің артында тығылып тұр. Қайда есіктің артында? В местном падеже стоит, да? За рестораном есть красивый мост. Мейрамхананың артында әдемі көпір бар. Мейрамхананың артында әдемі көпір бар. Қайда? Мейрамхананың артында. Тоже в местном падеже. Между, среди переводится арасы. Арасы. Между Астаной и Карагандой часто ездит такси. Астана мен Қарағандының арасында такси жиі жүреді. Астана мен Қарағандының арасында такси жиі жүреді. Жиі это часто, да? Арасында. Қайда? Арасында. Тоже в местном падеже стоит. Напротив, қарсысы. Қарсысы. Напротив Дворца бракосочетания открылся большой магазин цветов. Неке сарайының қарсысында үлкен гүл дүкені ашылды. Неке сарайының қарсысында үлкен гүл дүкені ашылды. Қайда? Қарсысында. Тоже в местном падеже стоит. После притяжательной формы с. Ында окончание жат септігі. Кроме этих служебных имен, есть немало слов, которые также используются для описания расположения предметов в пространстве. Принцип построения тот же самый. Например, середина, орта. Орта. В середине комнаты лежит шелковый ковер. Бөлменің ортасында жібек кілем жатыр. Бөлменің ортасында жібек кілем жатыр. Қайда? Бөлменің ортасында. Тоже в местном падеже. Центр, орталық. Орталық. Казахский драматический театр имени Мухтара Әуезова в центре города. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры қаланың орталығында. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры қаланың орталығында. Қайда? Орталығында. Тоже в местном падеже стоит. Край, окраина, шеті. Шеті. На окраине города строят новые жилые дома. Қаланың шетінде жаңа тұрғын үйлер салып жатыр. Қаланың шетінде жаңа тұрғын үйлер салып жатыр. Қайда? Қаланың шетінде. Тоже в местном падеже, да? Стоит. Шетінде. Вокруг, кругом, айнала. Айнала. Вокруг здания нужно сделать место для парковки машин. Ғимараттың айналасында машина тұрағына арналған орындар жасау керек. Ғимараттың айналасында машина тұрағына арналған орындар жасау керек. Айналасында. Қайда? Айналасында. Айналасы, с окончание притяжательной формы третьего лица притяжательное окончание. Ында это жат септігі, да, местный падеж. Айналасында. Қайда? Машина тұрағы, тұрақ слово парковка переводится, арналған здесь для, орындар это место, жасау керек, нужно сделать. Поверхность, беті. Беті. Слово бет у нас переводится как лицо, как страница, да, мы знаем, но здесь мы рассматриваем его как поверхность. Например, на кофе написали удачи. Кофенің бетіне сәттілік деп жазыпты. Кофенің бетіне сәттілік деп жазыпты. Қайда? Кофенің бетіне.
Отвечает на вопрос «Қайда?», «Куда?», «Бетіне». Здесь она стоит в дательном падеже. Барыс септігі. Обратите внимание, до этого предложения примеры были тоже «Қайда?» вопрос, местный падеж тоже «Қайда?» вопрос «Где?», да, переводится. Они одинаково, да, но мы должны обращать внимание на значение, на смысл. Так нужно их различать. Вдоль боя. Бойы. Люблю гулять вдоль берега моря. Теңіз жағалауының бойында серуендеуді жақсы көремін. Теңіз жағалауының бойында серуендеуді жақсы көремін. Қайда? Теңіз жағалауының бойында. Қайда здесь где, да? Здесь местный падеж. Бойында, қайда местный падеж окончание. Вверх. Крыша. Төбе. Төбе. Он боялся подняться на крышу дома. Ол үйдің төбесіне шығуға қорықты. Ол үйдің төбесіне шығуға қорықты. Қайда? Үйдің төбесіне. Қайда здесь как куда, да? Здесь она стоит в дательном падеже. Барыс септігі. Төбесіне. Начало. Басы. Басы. В начале года пишу свои цели. Жылдың басында өзімнің мақсаттарымды жазып қоямын. Жылдың басында өзімнің мақсаттарымды жазып қоямын. Здесь вопрос будет қашан? Қашан? Когда? Жылдың басында. Здесь местный падеж. В конце. Аяғы, соңы. Аяғы, соңы. В конце года торговля идет хорошо. Жылдың соңында сауда-саттық жақсы жүреді. Жылдың соңында сауда-саттық жақсы жүреді. Қашан? Жылдың соңында. Здесь тоже в местном падеже. Сауда-саттық – это торговля. Хорошо идет, жақсы жүреді. Справа. С правой стороны оң жақ. Оң жақ. Справа сидела моя коллега, ты ее не знаешь. Оң жағымда менің әріптесім отырды, сен оны білмейсің. Оң жағымда менің әріптесім отырды, сен оны білмейсің. Оң жағым. Это окончание первого лица, притяжательное окончание первого лица. Да, это жат септігі. Қайда? Оң жағымда. Где, да? С правой стороны. Справа. Жат септігі стоит. Әріптес это переводится как коллега. Слева. С левой стороны. Сол жақ. Сол жақ. С левой стороны много разных магазинов. Сол жағында әртүрлі дүкендер көп. Сол жағында әртүрлі дүкендер көп. Қайда? Сол жағында. Здесь после третьего лица, да, притяжательное окончание третьего лица, поэтому ында стоит, сол жағында. Тоже местный падеж. Енді, теперь задание для вас. В скобках стоит слово внутри, вы должны его перевести на казахский язык. Ыдыс-аяқ шкафтың, на казахском как будет? Ыдыс-аяқ шкафтың ішінде тұр. Ыдыс-аяқ шкафтың ішінде тұр. Посуда стоит в шкафу, да? Ағаш екі үйдің между, как переводится? Өсіп тұр. Между как будет на казахском? Ағаш екі үйдің арасында өсіп тұр. Ағаш екі үйдің арасында өсіп тұр. Между двух домов растет дерево. Мектептің перед көп бала жиналды. Как будет перед? Мектептің алдында көп бала жиналды. Мектептің алдында көп бала жиналды. Перед школой собралось много детей. Диванның возле
Екі кресло тұр. Возле как будет на казахском? Диванның жанында екі кресло тұр. Диванның жанында екі кресло тұр. Возле дивана стоят два кресла. Кітап сөренің на жатыр. На как будет на казахском? Кітап сөренің үстінде жатыр. Кітап сөренің үстінде жатыр. Книга лежит на полке. Достар, надеюсь, урок для вас был полезным. Подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.